Сәлеметсіздер ме? Менің атым Зульфат, эфирде қазақ тілін үйрететін қазақша сөйлесейік бағдарламасы. Бүгінгі сабағымызда біз денсаулық тақырыбында сөз қозғаймыз, жаңа сөздер мен сөз орамдарын үйренеміз. Ендеше бастайық. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Бас, көз, мұрын, ауыз, тіс, құлақ, мойын, иық, қол, саусақ, аяқ, тізе, ауру, жөтел, тұмау, дене қызуы. Сізді не мазалайды? Мен өзімді нашар сезініп тұрмын. Маған дәрі жазып беріңізші. Қашаннан бері ауырып жүрсіз? Сіздің температураңыз қандай? Дәріхана қайда орналасқан? Жаңа сөздермен таныс болсақ, тапсырма орындайық. Бас, көз, мұрын, ауыз, тіс, құлақ, қол, саусақ. Жарайсыздар, достар. Достар, енді грамматикаға тоқталайық. Менің басым ауырып тұр деген құрылымды қолдану үшін тәуелдік жалғауы қажет. Тәуелдік жалғауы заттың біреуге тиесілі екендігін білдіреді. Мысалы, менің басым ауырып тұр. Бұл жерде бас сөзіне жалғауын жалғады. Яғни, менің басым ауырып тұр. Назар аударыңыз, сөзге жалғанатын жалғаудың жуан немесе жіңішке, сонымен қатар дауыссыз дыбыстардан кейін қалай дұрыс жалғануына мұқият назар салыңыз. Мысалы, тіс сөзіне дұрыс жалғау жалғайық. Менің тісім, сенің тісің, сіздің тісіңіз, оның тісі. Енді тапсырма орындайық. Көз сөзіне жалғауды дұрыс жалғаңыз. Менің көзім, сенің көзің, сіздің көзіңіз, оның көзі. Менің басым, сенің басың, сіздің басыңыз, оның басы. Дұрыс, тамаша. Енді достардың арасында болатын қарапайым әңгімеге назар аударайық. Бұл диалогта тәуелдік жалғауы қолданылады. Сәлем, Арай. Қалың қалай? Сәлем, Анель. Жақсы емес. Басым ауырып тұр. Дене қызуың бар ма? Дене қызуым жоқ. Бірақ жөтелім бар. Дәрігерге барсаңшы, меніңше сенде тұмау болуы мүмкін. Мүмкін. Рахмет, Анель. Келесі диалогта қолданылатын тәуелдік жалғауларына назар аударыңыз. Зәмзәгүл апай, қалыңыз қалай? Жақсы емес, мен ауырып қалдым. Сізге не болды? Менде тұмау, дене қызуым бар, жөтелемін. Басыңыз ауыра ма? Я, басым ауырады.
Мұрныңыз бен тамағыңыз қалай? Мұрным бітеледі, тамағым да ауырады. Жақсы, тезірек сауығып кетіңіз. Рахмет. Достар, бүгінгі өткен жаңа сөздер мен сөз орамдарын қайталап шығайық. Бас, көз, мұрын, ауыз, тіс, құлақ, мойын, иық, қол, саусақ, аяқ, тізе, ауру, жөтел, тұмау, дене қызуы. Сізді не мазалайды? Мен өзімді нашар сезініп тұрмын. Маған дәрі жазып беріңізші. Қашаннан бері ауырып жүрсіз? Сіздің температураңыз қандай? Дәріхана қайда орналасқан? Бүгінгі сабағымызды біз денсаулық тақырыбына арнадық. Жаңа сөздер мен сөз орамдарын үйрендік. Сонымен қатар тәуелдік жалғауын өттік. Жаңа сөздерді қайталап жаттығыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.